Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қатылама нанның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне тұз, май қосамыз. Менде тоң май ерітілген, және үстіне суымызды қосып, қамыр қылып илейміз. Жалпы қамыр қаттылығы орташа болу керек. Илегеннен кейін ыдысымызға салып, бетін жауып қоямыз, және ортада 2-3 рет 10-15 минут сайын қайтарып, иін қандырып аламыз. Енді менде иі қанды, осыны 4 бөлікке бөлеміз, одан кейін тағы да жуалап, ыдысымызға салып, 5-10 минуттан кейін жаятын боламыз. Менде 10 минут өтті, енді шетінен жайып бастаймыз. Жайған кезде жұқа қылып жаямыз. Міне мен жайып алдым. Енді үстіне ерітілген сармайды құямыз. Оны да жайып шығамыз. Жағып шығамыз. Енді пышақтың көмегімен осылай кесіп шығамыз. Сонда олардың қатпарлары жақсы шығатын болады, және піскенде де толық піседі. Одан кейін бірінің үстіне осылай ораймыз. Осы жақсы вариант. Егер рулет қылатын болсаңыздар, ол уже дұрыс піспеуі мүмкін. Осылай жасап қоямыз бір шетке. Мен барлығын жасап алам осылай. Содан кейін барып жаямын. Кішкене ұн себемізде осылай жайып шығамыз. Сіздің жаңағы сковородкаңыздың көлеміне қарай жаямыз. Жайып болғаннан кейін табамызды қыздырамыз, үстіне сұйық май құямыз. Сол сұйық май қызғаннан кейін барып салып аламыз. Салғаннан кейін қолымыздың көмегімен осылай жаңағы үстінен басып айналдырып тұру керек. Әйтпесе ол бір жағы пісіп, бір жағы піспей қалуы мүмкін. Солай жасап, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Міне менің қатылама нандарым пісіп шықты. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Толық піскен қарасаңыздар, егер ұнап жатса, лайк баса кетіңіз. Сау болыңыздар.